Ассалаумалейкум достар, бүгін 6 қазан. Көптен бері сабағымыз болмай кетті. Мақсат ағамыз көп іс-сапарлап алдағы сана форумның қарамаластығымен сәттілік. Бүгінгі кезекті сабағымыз экономикаға байланысты. Бүгін макроэкономика тақырыбына өтеміз. Ал құрметті көпшілік, құрметті азаматтар, мынау өзіңмен күрес ұжымы. Мынау неге байланысты? Экономиканы алдында сіздерге айтқан болатынбыз. Екі бөлімнен тұрады экономика. Ол микроэкономика және макроэкономика. Микроэкономиканы бұған дейінгі тақырыптарда біз өткенбіз. Біраз видеолары неде бар? Айжан бауырымыздың несінде бар, YouTube каналында бар. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Түсіре алғанын бәрін салып қойдық. Ол 4-5 сабақ түспей қалған, оның алдында өткен, бірақ барын сол жерден қарай аласыздар. Енді мынау бүгінгі сіздерге кіріспе ретінде айтатын сабағымыз бұл макроэкономика бөлігі. Макроэкономика деген ол мемлекеттік экономика, ол елдегі жұмыссыздық деңгейі, ол елдегі қымбатшылық, инфляция, сонымен байланыстырылады. Мынау графикті сіздер ашсаңыздар екен деп тұрмын. Экономика ол өзі осындай графиктердің тілімен суреттеледі. Мынау графикті танып үйренсеңіздер, экономика қиын емес. Бірден түсіне бересіздер, ол не екенін, қандай екенін. Мына алдарыңыздағы көк график, бұл Қазақстанның 30 жылдағы экономикалық өсімі. 30 жылда қалай өсті деген сөз ғой, соның бейнесі көрсетілген. Сонда қарасаңыздар 90-шы жылдарда 0-ден төмен болды, минус дәрежесінде қарасаңыздар. Минус 11, минус 12 болып тұрғанның бәрі, ол тәуелсіздік алған жылдарда колхоздар тарқады, совхоздар тарқады, көптеген ірі комбинаттар, заводтар жабылды. Нәтижесінде Қазақстанның ішкі өнімі түсіп кетті. Жалпы ішкі өнім деген көрсеткіш бар. Ол деген бір жылдағы өндірілген өнімдер мен жасалған қызметтердің құны. Яғни елде бір жылда жасалған қызметтер мен өндірілген тауарлардың құнын көрсетеді. Осы жалпы ішкі өнімді жан басына шағады. Қанша халық бар? Мысалы 19 миллион халық болса, 20 миллион халық болса, 20 миллионға бөлеміз. Сонда жаңа жалпы ішкі өнім жан басына деген көрсеткіш табамыз. Егер де сол көрсеткіш 10 мың доллардан төмен болса, ол халық кедей халық деп есептелінеді. 10 мың доллар мен 20 мың доллардың арасында болса, табысы орташа ел деп қарастырылады. 20 мың доллардан жоғары болса, жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім, онда ол бай елдер деп саналады. Енді Америка, Еуропа елдерін қарасаңыз, жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім 60 мың, 70 мың доллардан әрі кетеді. Сонда өте бай елдер деп қарастырылатын сол. Ал енді Қазақстан жағдайында көп жылдарда біз 2013 жылы ғана 13 мың доллардан асқанбыз, 13 мың 600 доллар болған жан басына шаққандағы. Біз 2013 жылдағы көрсеткішке әлі жетпедік. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша жетіп қалуымыз мүмкін. Қазір жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім 13 мың доллар болып тұр. Ол табысы орташа ел деген сөз Қазақстан қазіргі жағдайда. Бірақ шын мәнінде сондай ма деген сұрақ бар. Шын мәнінде сондай ма? Негізінде біздің жалпы ішкі өніміміздің өсімі тауарлардың бағасының өсімімен өлшеніп отыр. Тауарлардың бағасы өсіп жатыр, қымбатшылық болып жатыр ғой. Сосын енді оның құнын есептеген кезде ішкі өніміміздің көп сияқты болып көрініп отыр да, біз көп өндіріп жатқан сияқтымыз. Шын мәнінде көп өндіріп жатқан жоқпыз, ол тауардың бағасы өсіп жатыр да. Соның есебіне бұл айтқан кезде экономикамыз өсіп жатқан сияқты. Егер де 2005 жылдағы бағаны мысалға шартты түрде бекітіп, содан бергі қарай уақытқа дейін санайтын болсақ, қазір біздің жалпы ішкі өніміміз 260 миллиард доллар болып тұр. Бірақ егер 2005 жылдағы бағамен есептейтін болсақ, 160 миллиард доллар, 100 миллиард долларға төмен деген сөз. Былай қарағанда. Тек қана бағаның өсімімен біз 260 миллиард долларға жетіп тұрмыз деген сөз. Сонда экономикамыз өсіп жатыр, жағдай, бірақ халықтың жағдайы неге әлгіде кедейшілік деңгейінде деген сұрақ болғанда, біз тауарлардың бағасын өсіріп жіберу арқылы экономикамызды өсіріп отырмыз, былай айтқан кезде. Қымбатшылық арқылы ғана жетіп отырмыз. Ал ол халқымыздың әлеуметтік жағдайына кері әсер етеді. Өйткені тауарлар өсіп жатыр, олардың табысы өсіп жатқан жоқ. Мәселе осында болып отыр. Осы графикте негізі ұғатынымыз осындай бір негіз қағидаларды сіздер түсініп алсаңыздар деймін. Сонда сіздер де танып біліп отырасыздар. Өткен жолда президент өзінің
сайлау мерзімі бітетін уақытқа дейін 2029 жылы солға дейін өзіне меже қойып отыр. Өзіне қойып отырған меже деп қабылдау керек. Сол программа қабылдады, бағдарлама, стратегия қабылдады. Сонда айтып отыр, жалпы ішкі өнімді 2 еселейміз, 450 миллиард долларға жеткіземіз деп отыр. Көрдіңіз ба? Сонда менен көптеген азаматтар, журналистер сұрайды, 450 миллиард долларға жетеміз бе жалпы, ол күлкінішті емес пе, 2 еселеп жіберу 6 жылдың ішінде деп сұрайды менен. Мен де айтам, болады оны да жеткізе салуға, егер де бағаларды өсіре салсақ болды. Сонда бізде үкіметтің жететін сол болып тұр. Көп жағдайда қымбатшылықты қамтамасыз етсе болды, ішкі өнім деген өсіп жатырған болып көрінеді. Сөйтіп ақ ертең оп-оңай 450 миллиард долларды суретпен салуға болады. Бірақ ол халықтың жағдайын түземейді ешқашан. Сол үшін олай жетпеу керек. Нақты өндіріс ашу керек, елде нақты өнеркәсіп ашу керек, завод құру керек. Сол кезде сол тауарлық, яғни елде көп өнім өндірілгенде, сонда халықтың жағдайы да жақсарады, экономика сапалы түрде өседі деп айтылады. Сондықтан да барымыз осы құндылықты білейік. Қазір сіздерде, мысалға, араларыңызда завод, фабрикада жұмыс жасап жүрген азаматтар бар. Нақты өндірісте жасап жүрген азаматтар бар. Сондай-ақ коммерциямен айналысатын азаматтар да бар. Тауарды Қытайдан алып келіп сататын азаматтар да бар. Енді коммерцияда пайдалы емес деп айтпаймын, ол да пайдалы, иә. Ол да сіз өзіңіздің жағдайыңызды түзейсіз, пайда, табысқа кенелесіз. Ол табысқа жетудің ең оптималды, тиімді жолы. Бірақ егер де ол жақтан табыс тауып көтеріліп алсаңыз, бірте-бірте елдегі бір өндірістің басын қозғауға көшкен жақсы. Сол стратегиялық түрде сіздердің де алдарыңызда мақсат болса, мысалға, қазір 3-4 жылда жағдайын жасап, табыс тауып, кейін пайда түскен кезде осындай бір өндірістің кілтін бастайын деген бір ойларыңызда не болса, ол біздің экономикамызға оңтайлы әсер етеді. Бірақ қарау керек, Қытайда бар нәрсені бізде өндірудің қажеті жоқ негізінде. Өйткені қазір шекара қатты ашылды, Қытайдан көп тауарлар келіп жатыр. Ол тауарды сіз бізде шығарсаңыз қиын. Өйткені ол Қытаймен бәсекелесу, тура сол өнімді шығаруда өте, былай айтқан кезде логикалық тұрғыда қисынға келмейді. Сондықтан да Қытайда жоқ тауарды өндіруге тырысу керек, немесе Қытайға өзіне керек тауарды өндіруге тырысу керек. Аралық өнім болса да, аралық шикізатты жасап шықсаңыз да, Қытайға оны қымбатырақ сатасыз, тиісінше сізде ар жақта сатып алушы тарап бар, сіз өзіңіздің өндірісіңізді жолға қоя бересіз. Сондай жағын ойластырған дұрыс. Енді мынау графикте қарасаңыздар, нөлден асқан кез мінекей 90-шы жылдардың аяғы, 2000 жылдардың басы деп тұр, иә? Яғни 2000 жылдардан бастап Қазақстан экономикасында өсім болған. Өтте қатты өсім болған, қарасаңыздар, бірден 11-13%-ға дейін өсіп кеткен, көрдіңіз бе? Және де осындай кезде мен әрбір жылдарды президентке шағамаймыз, өкінішке қарай бізде 2-ақ президент болды осы жылда, иә? Біз деген Назарбаевтың кезінде қандай болды, Тоқаевтың кезінде қандай болып жатыр деп қана салыстыра аламыз, өкінішке қарай. Бірақ біз үкімет басшыларын, премьер-министрлердің нарыққа қойып шығатын болсақ, қай премьер-министрліктің кезінде өсім қандай болды? Сол премьердің жалпы тиімділігі байқауға болады. Саяси үрдістердің экономикаға әсерін бағамдауға болады. Мен де өзім экономистпін, бірақ мен ұстазым политэкономика, саяси экономиканы өткен кісі. Ол кісі сабақ алған кезде ол кісі қызықтырып тұрып жаңағы айтып беретін. Сондықтан да өзімде кішкене политэкономияға жақындығым бар. Енді саясатқа қатты кірмеймін, бірақ оның экономикалық жағын сипаттап беруге тырысамын. Сонда ең бірінші біздегі премьер, ең бірінші кім болды? Ең бірінші премьер-министр. Кім болды? Терещенко, иә, официально дейміз, енді Терещенкоға дейін қазақ азамат қойылған, бірақ уақытша ғана болды, өте көп уақыт емес. Бірақ ол көп адамдар ұмытта қалды. Бірақ Терещенко уже автомат түрде негізі қойылып кіріскен адам. Терещенконы қоюдың негізгі мақсаты Назарбаевта негізінде саясаткер адам, былай қараған кезде оның саясаткерлігінде қулық тұрғыдан деп айтайықшы, ақылдың бір бөлшегі ғой ол да. Мақтап жатыр деп ойламаңыздар, бірақ Назарбаев премьерліктерді қойған кезде бір өте керек адам таңдап қоятын көп жағдайда. Сондай бір жақсы қасиеті болады. Ол жерде жақсы қасиетінде айтып қойған дұрыс шығар деп отырмын. Енді негізінде өмірінде мақтаған адам емеспін ол кісіні, бірақ кейбір дұрыс жерлерін дұрыс деп айтып отырған дұрыс шығар. Енді Терещенконы не үшін қойды? Себебі ол кезде Алматы орыстанған болды. Алматының 70-80% орыстар болды. Тура енді негізгі қала болғандықтан.
қалалардың бәрінде облыстар, қазақтар ауылда. Сондықтан енді сөзді өткізу керек та. Ал өткізу үшін өзінің өкілі, ұлтының өкілі, славян ұлтының өкілі болса, оның сөзі өтеді. Сол үшін сондай мақсатта алғашқы уақытта сөзін жүргізу үшін сондай адамды қойған болып отыр ғой. Сосын Ресеймен де қарым-қатынас